Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мотатқыштар бөлімшесін ұйымдастыру және оның ұрыстық мүмкіндіктері. Сабақ жоспары: тактика, штаттық қару-жарақ пен ұрыстық техникасы, қазіргі заманғы ұрыстың сипаттамасы және оның түрлері. Қорытынды. Тактика ұрыс туралы ілім, ол қарулы күштердегі барлық әскер түрлерінің бөлімшелері мен бөлімдерін ұрысқа дайындау мен ұйымдастыру және жүргізудің теориясы мен тактикасын қамтиды. Штаттық қару-жарақ пен ұрыстық техникасы. Мотатқыш взводының құрамында взвод командирі мен взвод сержанты және 3 мотатқыш бөлімшесі болады. Сондай-ақ взводта жаяу әскер, ұрыс машинасы, ЖУМ немесе БТР, Макаров тапанчалары, Калашников қол пулеметі мен автоматтары болады. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің ЖУМ-дағы БТР-дегі мотатқыш бөлімшесі, оның ұйымдастырылу, қару-жарағы және жауынгерлік мүмкіндіктері. Бірінші, ЖУМ немесе БТР мотатқыш бөлімшесінің міндетін ұйымдастыру, оның қару-жарағы штаттық ұрыс техникасы болып саналады. Екінші, машина өте жылдам қозғалады. Су бөгеттерінен, жолсыз батпақ жерлерден және қалың қарлардан жақсы өтеді. Әскер шарты белгілерімен штаттық қару-жарағы. Взвод командирінің штаттық қаруы Макаров тапанчасы, шартты белгісі БК. Ұрыс жеңіске жетудің бірден-бір жолы және қарсыласты жоя не тұтқындау, сондай-ақ маңызды аудандарды басып алу мен ұстап тұру мақсатында жүргізіледі. Шабуыл қарсыластың толық талқандалуын қамтамасыз ете алады. Шабуылдың мәні қарсыласты қолда бар құралдың көмегімен талқандаудың барынша қолдану. Қорғаныс қарсыласқа айтарлықтай шағын келтіре отырып, маңызды аудандарды бермей ұстап тұру.